жобасының ер әйел бірге тұтынатын ер әйел жасырын аумақ өнімі. Бұның енді негіз құрамы 30 түрлі шөптерден жасалған. Бұда ешқандай химикат жоқ, негізінен қоректік береді. Енді бұған да жаңағыдай жоғары техника қолданғандықтан бұл жаңағы 360 градус сіңеді. Бұны енді әйелдер мәткеге салып тұтынады, ерлер болса жаңағы анусқа салып тұтынады. Енді анусқа не үшін дегенде ерлерде мына жаңағы қуықту без қабыну, соған ерекше жақсы көмектеседі. Бұл деген әйелдердегі әртүрлі жаңағыдай миома, киста деген сияқты, сосын кейін мәтке ойылу, жара деген сияқты, соның бәрінен жақсы көмектеседі. Мәтке қабыну, мәткеде суық болады деген сияқты көмектеседі. Мәткеде суық шығарады, микробты жояды, қабынуды қайтарады. Сонымен қоса бұл жаңағы 30 түрлі шөптер дейді, оның бәрі қоректік клеткаға салған 360 градус сіңеді барлық әрбір клеткаға. Сондықтан иммунитетті көтереді, одан кейін аналық бездің қызметін жақсартады, қуатын арттырады. Сонымен қоса бұлдың тағы бұлшық етке төте сіңетіндіктен жаңағы мәткедегі бұлшық етті қатайтатын ролы бар. Біздің мына шат сүйегіміз кеміп кетеді әйелдер босанғаннан кейін. Сол мәткенің ортасында шат сүйекке толық сіңіп, жаңағы бұлшық етті қатайтып, шат сүйекті жиятын ролы бар. Сондықтан мәтке түсіп кеткен жағдайға да пайдасы бар. Ал енді бұлшық ет қатайғаннан кейін жаңағы қуық босап кеткен, мысалы енді тез далаға секірсе де, күлсе де дәрет шығып кететін кісілерге жақсы көмектеседі бұл. Одан кейін геморройға, ер әйелдерге геморройға ерекше жақсы көмектеседі. Өйткені бұл микробты қайтарып, қабынды қайтаратын ролы ерекше жақсы. Одан кейін бұл тағы да сыртқы жарақаттарға да жақсы көмектеседі. Мысалы, не дейміз, темірлікке дейміз, сондай ауруларға не болса бір бөрткен, андай бір жарақатқа жақсы қанды тез тиіп, тез қабынуға жібермейді. Тез сақауына көмектеседі. Өйткені бұл қоректі қойып, сразу жаңағы коллаген бәрін толықтап береді. Иммунитетті көтереді, әртүрлі шөптер болғандықтан. Рактың алдын алады, әйелдердегі етеккірдің қауіпсіздігін жақсартады, одан кейін климекстің уақытын ұзартады, 7-15 жасқа дейін уақытын ұзартады. Бұл енді әдетте енді мәткедегі әртүрлі ауруға пайдасы бар өнімдер көп. Осындай өнімдер бар, мәткеде жарақатқа көмектесетін, миоғамаға. Бірақ шат сүйекті жиятын өнім жоқ. Шат сүйекті бұлшық етті қатайту арқылы шат сүйекті жиятын өнім кемде-кем жоқ енді негізінен. Өйткені мысалы енді шат сүйексіз күшпен массаж арқылы жияды, не болмаса андай әрекет жасау арқылы, ал мынау енді жай бұлшық етке қоректік беріп қатайту арқылы ғана мәткені шат сүйекті қалыпқа келтіруге болады. Одан мысалы құрсағы шығып кеткен кісілер суықты шығарады, мәткеде суық кісілердің құрсағы шығып кетеді ғой. Сосын балалардың алдында мәткені күтімдеуге болады осы арқылы. Одан кейін әйелдерде анустан істету арқылы құйрықты көтереді. Өйткені ол жаңағы қоректік қой, дәмді. Құйрықты көтереді, мысалы ішіңізді жиып, құйрықты көтеріп, сондай келіп фигураға не боласыз. Және мына шат сүйек жиылғаннан кейін беліңіз қынай болып кішірейіп беліңізде. Өте жақсы. Енді бұны қолдану барысы бұны енді әдетте 2 талдан жоғары, 3 талдан жоғары істете беруге болады. Тіпті 5 талдан істете беруге болады. Мысалы ерлерде, әйелдерде. Қанша көп істеткен сайын пайдасы бар. Мысалы жаңағыдай мәткеде киста дейміз, сулы өспе, онда тез нәтиже береді. Енді сырттай жаңағы 20 жылдық тиімділіктер сақайып шыққан кезде мәткеде өспе жарақат деген ол әдеттегі нәрсе. Енді бұны ары жалғастырып істету керек. Енді әдетте мысалы бір басқыш дегеніміз 5 құрап. 5 құрап.